Енді мына соңғы Саф сүресінің 3-ші аятына тоқталып кетсек сәл, осы аятты көп естігендерің шығарсыңдар иншалла. Көбің бұл аятты естідіңдер, дұрыс па? Я аyyuhallazina amanu лима тақулуна ма ла тафалун. Ей иман келтіргендер, істемейтін істеріңді неге айтасыңдар дейді. Кабура мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафалун дейді. Істемейтін істеріңді айтуларың Алланың алдында өте қатты жек көрінішті болды дейді. Яғни бұл аятты мағынасын қалай түсінесіңдер? Мағынасы не турасын айтып жатыр? Аллах тағала бұл жерде бір нәрседен, бір сөзден тыйым салып тұр. Не сөз? Осы сұрақ бауырлар өзіме қатты келді, өзіме. Өйткені осы аятты ғалымдардың айтқан сөздерін әлі кітаптардан көп естігенмін. Сол кезде қарасам, мына ғалым бір нәрсе айтады, басқа ғалым басқаша айтады. Мына кітаптан оқысам, басқа нәрсеге сілтеп тұрады, басқа бір ғалымды тыңдасам, басқа нәрсе меңзеп тұрады. Сол себептен Алланың көмегімен бұл аятқа өзім жалпы бақыш жасағанмын. Зеріктеп, тәпсірлерді қарап, ғалымдардың сөзін қарап, интернеттен болсын, тәпсірлерден болсын, ғалымдардың сөздерінен болсын, біраз соны зеріктеп қарағанда, бауырлар, Аллаху әлем, мен үшін, бауырлар, осы аяттан, ғалымдардың сөздерінен, тәпсірлерден 4 мағына шықты, бауырлар. Бұл аят, бауырлар, 4 нәрсеге сілтейді, 4 нәрседен тыйып тұр. 4-еуі де шариатта тыйым салынған нәрсе. 4-еуіне де Құранның аяттары бар. Ана ғалымнан естимін, мынау былай айтады, ана ғалымнан былай естиді. Сондықтан дұрыстап былай зерттеп қопарып тәпсірлерге қайтып қарағанда, сонда мен үшін 4 нәрсе шықты бұл аяттан, бауырлар. Мүмкін басқа біреу келіп тағы 5-шіні табар, тағы басқа тәпсірден, бүкіл тәпсірді қараған жоқпын ғой мен. Шамамен 10-ға жетпейтін бір танымалы тәпсірлерге қайттым мен. Сол 4-еуі де, бауырлар, бөлек өзінше бір тақырып. 4-еуі де болмайтын, шариғатта тыйым салынған бір тақырып. Сол 4-еуін талқылап кетейік. Бірінші 4-еуін жалпылама айтайын, кейін әрбіріне талқылама кіреміз. Біріншісі, бауырлар, аят неден тыйып тұр дейтін болсақ, біріншісі, бауырлар, бұл аят, бауырлар, белгілі бір амалды істеймін деп, кейін сол амалдың уақыты келгенде істемей қалудан бұл аят тыйып тұр. Бұл біріншісі. Екіншісі, бауырлар, адамдарға уәде беріп, кейін сол сөзіңе тұрмаудан бұл аят, бауырлар, тыйып тұр. Үшінші тыйып тұрған нәрсе, бауырлар, айтқаныңа амал жасамаудан тыйып тұр бұл аят. Ал төртіншісі, бауырлар, істемеген амалыңды істедім деп айтудан бұл аят, бауырлар, тыйып тұр. Осы 4 нәрсеге, бауырлар, бұл аяттың ішінде дәлел бар. Осы 4 мәселеге осы аятта сілтеу бар. Осы 4 нәрсеге бұл аят меңзеп тұр. Әрбірін тоқталып өтейік. Әрбір бөлек бір өзінше тақырып, бауырлар. Біріншісі, бауырлар, бұл аят неге дәлел болады, бауырлар? Адам белгілі бір амалды істеймін деп, кейін сол амалдың уақыты келгенде сол амалды істемей қалатын болса, бауырлар, бұл нәрседен осы аят тыйып тұр. Әлде, өзіңе бір уәжіп болмаған нәрсені басыңа тілеме деп тұр бұл аятта. Осы мағынада Құртубимен және Бағауидің тәпсирінде ең бірінші сілтейтін мағыналары. Тағы да басқа пікірлерді айтады, жалпы тәпсирлерде, Құртубида, бірақ ең бірінші мән беретін осы екі ғалымның, Құртуби мен Бағауидің ең бірінші сілтейтін мағынасы осы. Адам баласы бір нәрсені істеймін деп, осы амалды істеймін, осы амалды істеу керек деп айтып, сол уақыт келгенде істемей қалудан бұл аятта, бауырлар, тыйым салып тұр. Аллах тағала бұл жерде айтып тұр, істемейтін істеріңді айтуларың дейді, Алланың алдында өте қатты жек көрінішті болды. Істемейтін істеріңді, бүйтем, ертең сөйтем, неге бүйтпейміз, не бүйту керек, анау бүйтпейді деп сол нәрсені істемеулерің дейді, Алланың алдында өте қатты жек көрінішті болды дейді. Аллах тағала сөйтіп айтып, кейін оны істемей қалған кісілерді Алла тағала өте қатты жек көреді. Ол турасында хадис келеді. Абдулла ибн Саламнан келетін хадис. Абдулла ибн Салам деген кезінде яхуди болып ислам қабылдаған ол сахаба радиаллаху анху айтады. Бір күні дейді, пайғамбарымыз кезінде саллаллаху алейхи уассалам сахабалар болып отырғанда дейді, сол кезде мынандай сөз айттық дейді. Лау на'ламу аййил а'мали ахаббу илаллахи ла амилнаху дейді. Бір сондай жақсы амалды білсек қой, егер сондай бір керемет, ең Аллахқа абзал болған амалды білсек қой, міндетті түрде соны амал жасар едік дейді. Сол кезде осы аят түседі. Я аyyuhalladina amanu лима тақулуна ма ла тафалун. Ей иман келтіргендер, істемейтін нәрселерді неге айтасыңдар дейді. Кабура мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафалун дейді. Алла тағаланың алдында өте қатты жек көрініш нәрсе болды дейді, сіздердің істемейтін нәрселеріңді, істеріңді айтуларың дейді. Бұл аяттың түсу себебі джихадқа түскен. Сондай басқа хадистерде келеді.
кейбір кісілер өзіне джихадты тілегенде, кейін сол джихад парыз болғанда, сол артқа қайтқанда кісілер джихадтан қорқып қашып сөйткенде осы аят соған түскен деп айтады. Яғни жақсы амал бауырлар өте көп істейтін. Мұсылман жақсы амалдың бәрін істеуге үлгере алмайды. Яғни көп амалдар бар. Өзіңе басқа қолынан келмейтін бір қиын нәрсені басына тілеме. Көп нәрсе бар бауырлар. Үлкен ұлы керемет амал бар, таухид деген. Соны үйрен қазір, ең маңызды. Таухидты сен үйрендің бе? Таухидтың түрлерін білесің бе? Діннен шығаратын, таухидты бұзатын сөздер, істер, қандай бір амалдар білесің таухидтан? Сол нәрсені сен үйрендің бе? Сол үшін сен уақытыңды кетірдің бе? Жұмыс соған кедергі болатын болса, жұмыстан шығып кетіп көрдің бе сол таухид үшін? Сондай бір нәрсе істеп көрдің бе? Намаз мысалы үшін, дұрыс па? Намаз деген бір ұлы ғибадат амал бар. Сол нәрсені сен ұлы бәрінен жоғары қойып көрдің бе намазды? Фажр намазды мешіттен оқуың, ишадан ұйқың келсе де қалмай баруың, егер сол мешіттен бір сондай жұмыс болатын болса, сенің намазға баруыңа кедергі келетін сол жұмыстан сол үшін шығып кетіп көрдің бе? Сол нәрсені істеп көрдің бе? Сол амалды алдындағыны істе дейді бірінші. Садақа мысалы, садақа. Бағандай, осындай ақша болса мен былай садақа беретін, осылай беретін болсам бүйтер едім. Қазір жұмыс істеп жатсың, зарплатының бір 10%-ын садақаға беріп жүрсің ба сен мысалы үшін? Әлде әрдайым жетпейтін кісісің ба? Жетпейді маған, бүйтпейді. Анда пикникке барасың, анда отырыстарға барасың, шайға ақша жоясың, бірақ садақа беруге ақша жетпейтін кісісің ба әлде? Әлде мысалы умраға ақша жинасың. Ақша іздеп, демек умраға келіп тұрсыз. Мешіт салысуға көмектес, мешіт салып жатырған болса, барып шарбағына бір таңертеңнен кешке дейін көмектесіп көрдің ба? Яғни амал өте көп алдында істеу керек болған. Намаз мәселесіне, фажрға бар, фажрға күндер қалмай, бір 40 күн қалмай фажрға барып көрдің ба? Яғни сондай амалдар өте көп. Сен бағандай, одан да әлі саған басыңа келмеген бір нәрсені сұрама. Неге мысалы джихад жасамаймыз, неге мынаны бүйтіп соғыспаймыз, неге ана ғалым мынаны айтпайды, неге анау джихадқа шақырмайды, неге бүйтпейді деген нәрсені айтпа дейді ол нәрсені. Алдыңда қазір көп амал тұр. Яғни намаз, ораза, садақа, зекет, бауырлар үшін терлеу, мұсылмандарға, бағандай қиналып жүрген мұсылмандарға көмектесу, жұмыста айлық алатын болсаң, соның жартысын бар біреуге беру, көлігің болатын болса, таксовать етіп жүрген болса, бір күнін салып, осындай бір мұсылмандар үшін қызмет қылам, әлде мешітке барып жұмыс істеу, амалдар көп, сол нәрсені істе дейді. Бағандай алға бір терең бір нәрсеге нетпе дейді. Ертең сол басыңа түсетін болса, амал жаса дейді, айтпай-ақ та жаса дейді ол нәрсені. Бағандай қазір неге бүйтпейміз, неге сөйтпейміз демей-ақ қой, алдында көп амалдар істе. Ертең сол амал келетін басыңа түсетін болса, сол кезде істе дейді. Ол турасында Аллах Тағала айтады: «Алам тара иля аллазина қила лахум куффу айдиякум ва ақиму ссалата ва ату заката фалама кутиба алейхим алқиталу иза фариқун минкум яхшауна насса ка хошиятиллахи ау ашадда хошия» дейді. Сондай бір кісілерді көрмеп пе едің дейді. Оларға қолдарыңды сақтаңдар, яғни джихад деп айтпаңдар. Әлі ол уақыт емес, қолдарыңды сәл кішкене байлаңдар, қолдарыңды асықпаңдар. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп сөйтіп айтылған кісілерді көрмеп пе едің дейді сен. Бірақ фаламма кутиба алейхимул қитал, оларға джихад фарыз болғанда, иза фариқу минхум яхшауна насса ка хошиятиллахи ау ашадда хошия дейді. Ал джихад оларға фарыз болғанда, олардың, яғни адамдардан сондай қылып қорқады дейді. Аллахтан қорыққандай, әлде одан да қатты дейді. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يا ربымыз, кейін олар айтады дейді, я раббымыз, бізге неге джихадты парыз қылдың дейді, сәл кешіктірмедің бе бір жақын уақытқа дейді. Яғни сондай бір кісілерді көрмеп пе едің дейді. Аллах Тағала сөйтіп айтып тұр бұл жерде аятта. Басқа аятта Аллах Тағала айтады: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لكم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Сондай бір Бану Исраилдан болған, Мусадан кейін келген бір қауымды көрмедің ба дейді. إذ قالوا لنبي لكم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Олар дейді өзінің пайғамбарларына айтты ғой дейді, бізге бір патша берші дейді. Ей пайғамбар, бізге сондай бір патша берші дейді. Сол патшамен біз дейді нуқатил фи сабилилла, Алла жолына джихад қылайықшы дейді. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. Яғни мен ойлап тұрғандайыма дейді, қазір субханалла, мен ойлап тұрмын дейді, сендер қазір джихад парыз болатын болса, сендер одан ол нәрсені істей алмайсыңдар, артқа қашасыңдар сендер. Сол нәрсені мен қазір ойлап тұрғандайыма сіздердің амалдарың дейді. Сол кезде олар айтады: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Қалай біз джихад қылмаймыз дейді, субханалла. Үйлерімізден қуылдық, кәфірлер бізді бүйтті, сөйтті, яғни одан кейін қалай джихад жасамаймыз дейді. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم дейді.
ал жихад оларға соғыс парыз болғанда олар бет бұрды дейді. Илля қалилан минхум, тек қана аз топ қана қалды дейді, сөзіне тұрған. Яғни сондықтан Аллах тағала бір бос сөйлеуден, басыңа бір нәрсені тілеме дейді, алдында болған амалыңды жаса дейді, кейін сол бір уақыт келетін болса сол кезде істе дейді, айтпай ақ та істе дейді. Қазір отырма дейді, анадай анау жихад айтпайды, неге жихад қылмаймыз, ана жихад, ана ғалым жихадты айтпайды. Өзің міне бір қазір көп сен үшін амал бар. Мысалы сен жұмыс үшін сақалыңды қырып жатсың, мысалы сол жұмыс үшін миллион алып жүрген жұмысыңды сақал үшін тастап шығып кете аласың ба? Сен үшін сол жихад болып тұр қазір, соны істей аласың ба? Неге сен мысалы ана ғалым бүйтеді, мына ғалым бүйтпейді, мынаны айтпайды деп айтып жүрсің дейді. Яғни кейін басыңа келгенде істемейтін нәрсені басыңа тілеме дейді. Сол нәрсе Аллахқа өте жек көрініш амал дейді. Басқа аятта Аллах айтады: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ дейді. Иман келтіргендер айтады дейді, бір сүре түссе ғой дейді. Бір сүре, яғни жихадқа бұйыратын бір сүре түссе ғой дейді. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, ал бір аппанық ішінде жихад айтылған, соғыс айтылған бір сүре түсетін болса дейді, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ дейді. Сол жихад фарыз болғанда, жихад түскенде дейді, сол кезде жүректерінде ауру барлардың түрлерін көресің дейді. Түрлері кәдімгідей, яғни өлімнен еске танып қалған сияқты дейді. Яғни жихад бір сүре түссе ғой, яғни жихад тезірек қылсақ қой, жихад қылсақ қой деп. Сол жихад фарыз болғанда көздері бақырайып кетеді дейді. Яғни өлейін деп жатырған, жанын тапсырып жатырған көздерін бақырайып саған қарайды дейді, шошып дейді. فَأَوْلَى لَهُمْ дейді. Олар үшін тыныш дейді. Олар үшін тынышы дейді оларға. Таатун ва қаулун маруф дейді. Яғни итағат қылу, намаз оқу, ораза ұстаулары тынышырақ қой дейді оларға. Ва қаулун маруф дейді. Және жақсы сөз айту дейді, тынышырақ қой дейді оларға. Не керек ондай бастарына тілеп ол нәрсені дейді. Яғни одан да бір итағаттарың істеп, таату ва қаулун маруф дейді. Яғни итағат істе дейді. Және жақсы сөз айтып жүруің ол тынышырақ қой дейді. Басыңа бір нәрсені тілемешейсің дейді ондай нәрсені. Басқа аятта وَلَوْ أَنَّكُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Егер де оларға айтылған, уағыз қылынған нәрсеге ғана бір амал істей қойса олар дейді, لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ дейді, олар үшін ол қатты жақсы хайыр болар еді дейді. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, және діндеріне бекем болар еді дейді. وَإِذًا لَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا дейді. Сол кезде өзімнен дейді, Аллах тағала сауап беремін дейді, мол сауап берейін. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, сол кезде оларды тура жолға саламын дейді Аллах тағала. Яғни бір нәрсені саған мойныңа парыз қылды ма, соны істе дейді. Керек емес ары қарай алға қарай секіріп дейді, мынаны істеймін, мынау болса былай болар еді, мен мынаны істегім келеді, осы амал анау неге істемейді деген нәрсені Аллах тағала бірнеше аятта Құранда тыяды ол нәрсені. Қаншама сөйтіп айтып жүрген мұсылмандарды көресің. Яғни өзінің дінде әлсіз болып жүреді, яғни мешітте мүлдем көрмейсің, тіпті Құран оқи алмайды, бірақ сондай анау жихад айтпайды, мынаума таста, мынаума оқып білген не керек, ол жихад мүлдем айтпайды, ол бүйтпейді, ол сөйтпейді деп айыптап жүреді. Бірақ бастарына ертең бір нәрсе түсетін болса, дін үшін бір нәрсе, жан тапсыру керек, әлде бір нәрсе болатын болса, бірінші қашатын кісілер болады. Сөйтіп айтып жүреді, яғни түрінен, яғни уәжіпті орындамай жүрген кісі сөйтіп айтып жүреді. Сондықтан болар, шариғатта істемеген, әлі болмаған нәрсені тілеме Аллахтан. Алдындағы тұрған ғибадаттар көп қазір. Фаджидан қалмай, 40 күн мешіттен қалмай бару, әлде садақа беру, ораза, бірінші күн, төртінші күн оразалар бар. Яғни мұсылмандар үшін терлеу, ана мұсылман көрші мысалы қиналып жатыр. Соларды бағандай ненің айлығын жартысын соған бөліп беріп, сондай амалдар көп қазір істеу керек болған. Соның нәрсені істе, ал басқа нәрсені тілеме, басыңа келмей. Басыңа келсін, сол кезде істейсің. Айтпай істе. Керек емес оны өтірік бір нәрсені сөйлеп. Бұл бауырлар бірінші мәселе. Осы аят соған сілтейтін. Екінші бауырлар, бұл аяттың сілтейтін мәселесі бауырлар. Адамдарға сөз беріп, уәде беріп, кейін сөзге тұрмаудан бұл аят тыяды бауырлар. Яғни біреуге мен бүйтем, саған сөйтем, осылай істетем дейсің да, кейін сөзге тұрмайсың. Сол нәрседен Алла тағала тыйып тұр. Бұл мағынаға Ибн Кафирдің ең бірінші меңзейтін мағынасы. Ибн Кафирдің тәпсирінде ең бірінші Ибн Кафир рахимахулла осы мағынаны меңзейді осы аятты тәпсірлегенде. Жалпы шариғатта бауырлар, сөзге тұрмау деген нәрсе ол жаман нәрсе. Күнә болған нәрсе, мұнафиқтың сипаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде аятул мунафиқи саласа дейді. Мұнафиқтың дейді, 3 белгісі бар дейді. Соның ішіндегі біреуі ида ваада ахлаф дейді. Яғни уәде беретін болса, сөзіне тұрмайды дейді. Басқа хадисте келеді, арбаъ ман куна фиһи кана мунафиқан дейді. Кімде 4 нәрсе болатын болса, ол таза мұнафиқ болады дейді.
Соның ішіндегі біреуі ида уада ахлаф дейді. Уәде беретін болса, соны бұзады дейді. Сондықтан исламда бауырлар, уәдеге тұрмау деген нәрсе ауыр нәрсе, күнә нәрсе. Уәдені бұзу бауырлар, уәдені бұзу ол үшке бөлінеді жалпы шариғатта. Үш суретте келеді уәдені бұзу. Бір уәдені бергеннен кейін оны бұзатын болсаң, үш суретте болады. Бұзатын болсаң, орындасаң, альхамдулилля, оның үшеуіне кірмейсің. Екеуі күнә, үшіншісі күнә емес. Бірінші екеуі күнә, үшіншісі күнә емес. Біріншісі бауырлар, ол уәде бергенде ниетіңде орындамайын деген ниетің болатын болса. Яғни уәде бересің, ниетіңде сен оны орындамайын дегенде тұрсың, дұрыс па? Бұл ең жаманы. Бұл кәдімгі күнә болады. Үлкен ол мұнафиқтың сипаты бұл. Абдурахман Аузаи айтқандай рахимахулла: "Валау қала афалу када иншааллаху тааля ва мин ниятихи ва фи ниятихи алла яфаля кана кадибан ва хулфан" дейді. Егерде адам иншаалла мен мынаны істеймін деп ниетінде істемеймін деген ниет болатын болса дейді, ол өтірік болады дейді, және уәдені бұзу деген нәрсе болады. Екі күнәға кіреді бауырлар, қараңдар. Өтірікші болады және уәдені бұзған күнәға кіреді. Ауыр күнә болады бауырлар. Көп мұсылмандар көреміз, мысалы дұрыс па, айтады саған, мысалы көмек сұрайды бір мұсылман: "Яхи, ертең бір машина керек болып тұрады, сағат 10-да сол бір шаруа бар еді, соны көмектесіп жібересің бе?" "Иә, ахи, әрине, нешеде екен, 10-да ма?" "Иә, қаласаң 9-да келейін мысалы." "Жоқ, ахи, 10-да кел, рахмет, жазакалла хайран" деп ниетінде иншалла келмеймін деген ниеті ғой, яғни қашып ішіндегі ниеті, яғни сенен құтылу сол жерден. Сол осыған келеді бауырлар. Мұнафиқтың сипатына келеді. Мұсылман бауырлар ондай болмау керек. Уәде айтты ма, орындау керек. Бұл бауырлар біріншісі. Екіншісі бауырлар, ол уәде бергенде бауырлар орындаймын деген ниеті болады. Я орындаймын деген, орындамаймын деген ниет болмайды. Орындаймын дейді, бірақ уақыты келгенде үзірсіз орындамайды. Яғни мысалшы уәде береді: "Ертең келем саған ахи, иншалла 10-да саған көмекке келем, шаруаны бітіруге келем иншалла" дейді. Келем дейді да, сосын таңертең тұрады, ұйқысы келіп тұрады да, тым үзірсіз келе ұйықтап қалады, бармай қалады. Ол болмайтын нәрсе, ол да күнә нәрсе. Бірақ біріншісі сияқты емес, біріншісі одан да жаман. Әлде мысалы бағандай: "Мен саған сатамын ахи, осы машинамды саған сатамын" дейді да, сосын үзірсіз алады да мысалы басқа біреуге сатып жібереді. Ол болмайтын нәрсе, харам болған нәрсе болады. Бұл екіншісі болады. Ал үшіншісі бауырлар, орындаймын деген ниетпен уәде береді. Уақыты келгенде, орындау уақыты келгенде үзірмен орындамай қояды. Үзір болады яғни. Ондай болатын болса бауырлар, ол күнә емес. Ода күнә жоқ. Яғни ниетінде шыншыл кәдімгідей. Ертең келем деген ниет бар, бірақ үйіне ертең барайын деп жатырған болса, анасы келді да: "Балам, мен осындай жерге қазір апарып тасташы" дейді. Шешесін тыңдау уәжіп, дұрыс па? Сол кезде ол амалсыздан, яғни шешесінің айтқанын тыңдап кетіп қалады. Әлде әкесі айтады: "Мен ана кімнің қайрат үйіне апарып тасташы" дейді қазір. Сонда ол әкесін алып басқа жерге кетіп қалады. Әлде мысалшы ол уәде береді да, ол келесі күн бір больницаға бару керек, уақытын ұмытып кеткен ғой, яғни. Мысалшы айтады: "Ертең саған келем" дейді. Ертең негізінде ода прием неде, докторда, врачта прием, ол врачқа бару керек, келісіп қойған уақыты, соны ұмытып кетіп уәде беріп қойған. Кейін саған жазады да: "Бауырым, ахи, бүгін менде врачпен прием екен, келе алмайтын болып жатырмын, болса ренжімеші бауырым" деп саған жақсы болып өтетін болса, ода күнә жоқ. Әлде ұмытып кетуі мүмкін, мысалшы. Таңертең 10-да келеді дейді, ұмытып кетеді. Ойынан шығып кетті, шайтан яғни ұмыттырып жіберді. Ондай болатын болса, ол мәселе күнә жоқ. Сонымен бауырлар, уәдені бұзу үшке бөлінеді. Біріншісі, ең жаманы бауырлар, орындамаймын деген ниет болатын болса. Екіншісі, орындаймын деген ниеті бар, бірақ үзірсіз оны істемей қояды. Үшіншісі, орындаймын деген ниеті болады, істемей қояды, сол істемеуінде ода үзір болады бауырлар. Осы үшіншісіне күнә жоқ, ал қалған екеуінде бауырлар күнә бар. Біріншісі екіншісінен жаман. Кейін бауырлар, мына уәде мәселесінде бауырлар, ол бөлінбейді. Адам, кішкентай, балам деген сияқты. Уәдені мұсылман барлығына уәдесіне тұру керек. Яғни неде Абу Дауд пен Ахмад риуаят қылған хадисі, Абдулла ибн Амир айтады: "Мен кішкентай болғанымда" дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің үйге келді дейді. Сол кезде мен далаға шығып бара жатыр едім дейді. Анам шақырып алды дейді: "Тағал ұтайық" дейді. "Келші балам, келші, мен саған бір нәрсе беремін" деп сөйтіп шақырып алды дейді. Мен бұрылып сол мамамға келдім дейді. Сол кезде пайғамбарымыз мамаға айтты дейді, анам айтты дейді: "Сен бір нәрсе бересің ба? Не әлде бермейін деп жатырдың ба? Ниетіңде қалай болды" дейді. Сол кезде анам айтты дейді: "Жоқ, мен сол бағанағыдай шақырғанда ниетім болды, құрма берейін деп жатырмын" дейді да. Дейді пайғамбарымыз: "Ама иннака лау лам тафали кутибат алейка кадиба" дейді. Егер де сен сол айтқаннан кейін соны істемей қойғанда, уәдеңе тұрмай қоятын болсаң, мына балаңа дейді да, кутибат алейка кадиба, саған бір өтірік айтты деп бір күнә жазылар еді дейді. Яғни өтірікші болар едің, күнә алар едің дейді сол үшін. Сондықтан баласына біреу
уәде беріп сөзіне тұрмайтын болса, кеш мен саған бір нәрсе беремін, кеш деп бір нәрсе беремін деп айтып, сосын ол мен сөзіне тұрмайтын болса, сол үшін күнәлады, сол үшін өтірік болып есептеледі олар. Сондықтан мұсылман үлкен кіші болсын ешкімге уәде былай бос жібермеу керек сөзін. Айтты ма орындау керек. Кішкентай бала болсын, мысалы далаға кетіп бара жатсың, балаң жүгіріп келеді, папа маған чипс алып келші дейді мысалы. Сол кезде сен иншалла алып келемін дейтін болсаң, онда алып келуің керексің. Егер алып келетін ниетің болмаса, онда көреміз де да, өзім сөйтемін жалпы. Бір нәрсе балама дедім, алып кел деген сол кезде, ал иншалла дейтін болсаң, алам деген сөзің, ол сөзіңе тұру керек. Сондықтан бір қызық болған оқиға, бір бауыр айтады, мен далаға шығып бара жатырмын дейді. Сол кезде артымнан балам жүгіріп келді дейді. 4-5-тегі бала. Қасында досы бар дейді. Ол баламның досы, ол да бір бауырдың баласы дейді. Көрші тұратын бауырым, екеуі бірге ойнайды. Екеуі бірге жүгіріп келіп, әке маған бір нәрсе алып келші деп айтып қалды дейді. Сол кезде мен балам айттым дейді, иншалла деп айттым дейді. Балам соны естіп, мәз болып, машалла, әкем әкеледі, әкем чипс алып келеді, әлі не сұрады, сонда сен әкеледі деген, мәз болып тұр дейді. Қасындағы досы тұрып, жүр, әкелмейді саған дейді. Тыңдап тұрдым дейді да, балам екеуінің әңгімесін дейді. 4-5-тегі балдар. Соны неге әкелмейді? Әкелемін иншалла деп айтты ғой. Енді иншалла деп айтты, әкелмейді ғой дейді да. Сонда қараңдар болады, тәрбие қандай. Ол бауыр өзінің баласын сондай шыншылдыққа үйретіп қойған. Иншалла деген сөз ол бос сөз емес, ол бала үшін. Бала сол сөзді естігенде мәз болып, маған бала әке чипс әкеледі, әлі бір нәрсе әкеледі деп қалды. Бірақ қасындағы досының әкесінің тәрбиесі баласына қандай? Иншалла деген ол бос сөз екен ғой, түсіндіңдер ме? Баласына иншалла деп өтірік ала беретін болып тұр ғой, түсіндіңдер ме? Иншалла деген сөз ол жоқ деген сөзбен теңейтіп қойған ғой. Сонда бауыр айтып тұр, бағандай тыңдап тұрмын дейді, сонда менің балам дейді, мәз болып тұр дейді, машалла алып келеді деп. Қасындағы дос айтып тұр дейді, кішкене 4-5-тегі балдар, болды әкелмейді, иншалла деп айтты ғой, иншалла болса әкелмейді ғой деп тұр дейді да. Әкесінен соны көріп қалған ғой. Әкесі сөйтіп әрдайым чипсидің орнына иншалламен тойдыратын болып тұр ғой, иншалла, иншалла, иншалла деп. Сондықтан балаңа ондай уәде берме. Айттың ба, иншалла деп ма, ол я деген сөз, алып кел онда. Ал егер де алып келмейтін болсаң, ол кезде көреміз, қараймыз. Қазір неге дүкенге барғасын көрейін иншалла. Бірақ иншалла әкелем, болды, мітті ертең алып келем иншалла деп нәрсені айтпа. Сондықтан бауырлар, уәде деген нәрсе, уәдеге тұру деген ол маңызды нәрсе бауырлар. Мұсылман уәдесіне айтқаннан кейін аузынан сөз шығатын болса, сол нәрсені үзбеу, міндетті орындау керек бауырлар. Бұл екінші шығатын мағына бұл аяттан бауырлар. Үшіншісі бауырлар шығатын аяттан мағына бауырлар, ол адамдарға бүйтіңдер, сөйтіңдер деп бір нәрсені бұйырасың, бірақ өзің істемейсің. Әлде бүйтпеңдер, сөйтпеңдер, ол харам, ол былай, ол болмайды деп айтасың да, ол нәрсені өзің істеп жүресің. Иман келтіргендер, істемейтін істеріңді неге айтасыңдар дейді. Істемейтін істеріңді айтуларың дейді, Алланың алдында өте қатты жек көрінішті дейді. Бұл мағына Ибн Жарир ат-Табаридің тәфсирімен және Абдурахман ас-Саадидің тәфсирін ең бірінші сілтейтін мағыналары. Басқа ихтилафтарды да айтады жалпы, бірақ ең бірінші мән беретін мағынасы сол Ибн Жарир ат-Табари мен Абдурахман ас-Саади осы нәрсеге сілтейді. Осы мағынаға меңзейді. Амал жаса дейді әрдайым. Біреуге бір нәрсеге бұйыратын болсаң, бірінші өзің амал жаса, сосын оны бұйыр дейді. Әлде бір нәрседен тыятын болсаң, оған өзің амал жасап жүр дейді. Егер ондай болмайтын болсаң, жалпы шариғатта ол нәрсе күнә болып есептеледі. Аллах Тағала басқа аятта айтады: "Атамурuna наса бил бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна китаба афала тағилун" дейді. Адамдар жақсылыққа бұйырасыңдар дейді. Өздеріңді ұмытасыңдар дейді. Өздерің сол кітапты оқып жүрсіңдер дейді. Аллахтың кітабын. Афала тағилун, ақылдарың бар ма дейді, бастарың істей ма дейді сендерді. Бір нәрсені айтасыңдар адамдарға, бірақ өзің оны істемейсің, бастарың жасай ма дейді. Айыптап айтып тұр Аллах Тағала. Басқа аятта Аллах Тағала айтады Шуайбтың сөзін: "Ва ма уриду ан ухалифакум иля ма анхакум анху" дейді. Мен сендерді дейді, бір нәрседен тыйып дейді, өзім соларды істейін деп жүрген жоқпын дейді. Бір нәрседен тыйып, нәрсені істемеңдер деп, кейін өзім оны істейтін кісі емеспін дейді, ондайды қаламаймын мен дейді. Шуайбтың бұл нәрсені бауырлар мушриктерге, сол Шуайбтың өзінің замандағы кісілерге айтып тұр бауырлар. Бұл нәрсе Шуайбтың ақидасы бойынша жаман нәрсе екенін біліп айтып тұр бауырлар. Сондықтан мұсылман біреуді бір жақсылыққа шақыратын болса, жамандыққа қайтаратын болса, өзі бірінші амал жасаған болу керек. Бухариде және Муслимде келген хадисте, Усама ибн Зейдтан келетін хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: қиямет күні тозаққа бір сондай кісі келеді дейді. Аллах Тағала тозақта бір кісіні әкеледі дейді.
Тозақта ол өртеніп жүреді дейді, ішек қарны жерге сүйретіліп жүреді дейді. Есек құсап дейді, есек бағанадай су тататын ненің айналасында, құдықтың айналасында сүйретіліп айналып жүргенде дейді. Сол кезде адамдар жиналады дейді ол кісінің айналасына. Тозақтың кісілер айналасына жиналып оған әлейса кунта та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар дейді. Ей, сен өзің кезінде бізді жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарған кісі емессің бе дейді. Сен мына жерде не алып жүрсің дейді, ішек қарның ақтарылып. Яғни сол кезде ана кісі айтатын сөзі кунту амурукум бил ма'руфи ва ла атих ва анхакум анил мункари ва атих дейді. Мен сендерді жақсылыққа бұйыратын едім дейді, бірақ оны өзім істемеуші едім дейді. Және мен сендерді бір нәрседен тыятын едім дейді, бірақ өзім істеуші едім дейді. Сол себептен сондай тозақта оның азабы болады. Бухари және Муслимде риуаят қылған хадисте. Басқа имам Ахмад риуаят қылған хадисте келеді, Анас ибн Маликтен, Шейх Албани оны сахих деген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Исраға көтерілгенде дейді, Исраға көтерілгенде маған сондай бір кісілер көрінді дейді. Олардың ауыздары мен тілдерін дейді, оттан болған қайшы секілді нәрсемен ауыздарын қиып жатыр дейді. Яғни ауыздарын, тілдерін тартып қиып жатыр дейді. Сол кезде пайғамбарым шошып, кімдер я Жибрил, мыналар кімдер деп сұрағанда, Жибрил сол кезде жауап береді: хаулаи хутабау умматик аллазина яқулуна ма ла яфалун яқрауна китабаллахи ва ла яъмалуна бихи дейді. Бұл сенің үмметіңнің уағызшылары дейді. Сол кезде Жибрил сондай азап көріп жатқан кісілер турасында Жибрилдің айтатын жауабы: бұл дейді сенің үмметіңнің құтпашылары дейді, яғни уағызшылары дейді. Өздері істемейтін амалдарын айтатындар дейді. Және дейді Аллахтың кітабын оқып дейді соған амал жасамайтындар дейді. Сондықтан шариатта бауырлар, бір нәрсені өзің істемей адамдарды соған бүйтіңдер сөйтіңдер деу ол жаман нәрсе. Яғни мысалы сондай кісілер болады, адамдарды бір жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарып уағыз айтып, бүйтіңдер сөйтіңдер, сөйту керек, бүйту керек дейді, фажрға ойта алмайсың. Бірақ оны фажрға тұр ахи, тұршиш там тұрмышиш деп оны ойта алмай қаласың мысалы. Сондай кісілер болады. Яғни айтқан сөзі амалына сәйкес емес. Сондықтан бауырлар, бірінші бір нәрсені істегенде өзің бірінші амал жасап ал, сосын барып оны адамдарға айт. Бұл бауырлар, бұл аяттан шығатын үшінші мағына. Төртіншісі бауырлар, бұл аяттың сілтейтін мағынасы бауырлар, бұл аяттан шығатын төртінші мәселе, төртінші бұл аят тыйып тұрған нәрсе, ол бауырлар, бір амалды істемей, сосын соны істедім деп мақтанудан бауырлар, бұл аят тыйып тұр. Бұл бауырлар, яғни Ибн Кафирдің тәфсирінде және Бағауидің тәфсирінде, яғни ихтилафты айтқанда осы пікірді айтып кетеді жалпы. Бұл Қатададан келген және Ад-Дахак деген табииндерден келген пікір. Олар яғни айтады, осы аят ол неге айтылған дейді. Бағанадай бір адам бір амалды істемейді, кейін сөйттім, бүйттім, мен осылай істедім, мен осылай деп мақтанады. Соларға айтылған дейді. Істемейтін, яғни істемеген амалдарыңды айтуларың Алланың алдында өте қатты жек көрінішті болды дейді. Жалпы бауырлар, шариғатта істеген амалыңды айту жаман нәрсе бауырлар. Яғни істедің сен оны, істеген амалыңды айту жаман нәрсе. Сен оны істедің, түнде тахаджуд оқыдың, әлде ораза ұстадың, соны кісілерге айтып жүрің, ол жаман нәрсе бауырлар. Ал істемеген амал не болады бауырлар онда? Яғни істеп тұрып соны айтатын болсаң, ол жақсы емес. Ал істемей тұрып, сосын оны кісілерге айтатын болсаң, онда шаруаң не болады бауырлар? Сондықтан шариғатта ол тыйым салынған нәрсе. Тіпті бауырлар, тіпті егер адамдар сені бір істемеген амалың үшін, яғни істеді деп ойлап қалып, сол үшін сені мақтаса, соған сен қуансаң, жаман нәрсе бауырлар. Яғни бір нәрсені сен істеген жоқсың, сен ол амал істемегенсің, бірақ кісілер сол қате түсініп қалып, ойлайды сен, сен осындай нәрсені істегенсің, сен мысалшы осындай кітап оқып тастаған екенсің, сен осындай жыл оқыған екенсің, сен расында олай емес негізінде. Кісілер қате оны түсініп, сені асырып сөйтіп мақтап жібереді. Сол кезде сен қуанбауың керексің. Керісінше айтуың керексің, жоқ, олай ойламаңдар, олай емес. Мен олай оқыған жоқпын. Мысырда мен 5 жыл оқыған жоқпын, 1 жыл ғана оқыдым, қалғанын мен бос жүрдім деген сияқтыны айтуың керексің. Өйткені сен ол нәрсені жасаған жоқсың ғой. Кісілер сол үшін сені мақтайтын болса, істемеген амалың үшін, сол нәрсені саған ұнайтын болса, ол жаман нәрсе. Ол яһудилердің сипаты. Аллах тағала айтқандай: ла яхсабанна аллазина яфрахуна бима атау ва юхиббуна ай юхмаду бима лам яфалу дейді. Берілген нәрсеге қуанып және істемеген амалдар үшін қуанған кісілерді дейді, тозақтың отынан құтылды деп ойлама дейді. Яғни бұл яһудилер турасында айтылған. Олар істемеген амалды істеді дегенде қуанады. Әлде кейбір ғалымдар мұнафиқтар турасында айтылған дейді. Жалпы мұсылман істемеген амал үшін мақталатын болса,
оған қонбау керек, керісінше айту керек, оны мен істеген жоқпын, қате ойлап түсініп қалмаңдар, ойлап қалмаңдар, мен оны істеді деп, мен істеген жоқпын деп айту керек бауырлар. Бұл қай жағдайда бауырлар? Бұл айтқан жоқ, адамдар сөйтіп ойлап қалды. Ал өзі айтып жүретін болса не болады бауырлар? Адамдарға мен бүйттім, мен сөйттім, мен қырдым, мен жойдым, оқты тіспен қағып алдым деген сияқты бір сондай жақсы амалдарын айтып жүрген болса, істемеген, онда жағдай не болады бауырлар? Сондықтан бауырлар, шариғатта адам істемеген амалын істедім деп өтірік алдамай ақ қойсын, өйткені ол өтірік болады. Сол үшін адам баласы күнә алады. Осы 4 мәселеге бауырлар мына аят сілтейді. Біріншісі, істемейтін амалыңды алдын ала айтпа дейді. Ертең сол уақыт келетін болса істе дейді. Өйткені істемейтін істерің айтуларың дейді, алда уақытта бір нәрсені істеймін деп кейін істемей қалуларың дейді, Алланың алдында өте қатты жек көрінішті болды дейді. Әлде мысалы үшін уәде беру, істемейтін нәрселеріңді айтпаңдар дейді, істемейтін істеріңді айтуларың, яғни уәде беріп алып кейін оны бағандай істемей қоюларың дейді, Алланың алдында қатты жек көрінішті болды дейді. Әлде үшіншіден мысалы үшін адамдарды жақсылыққа шақырып, бірақ өзің оны істемеулерің дейді, яғни істемейтін істеріңді айтуларың дейді, бүйтіңдер, сөйтіңдер, әлде бүйтпеңдер, сөйтпеңдер, бірақ өзің амал жасамауларың дейді. Бұл Алланың алдында өте қатты жек көрінішті болды дейді. Әлде төртіншісі мағынасы ол істемеген амалыңды істедім деп Алланың алдында қатты жек көрінішті амал болды дейді. Осы төртеуіне де бауырлар бұл аят дәлел болады. Жалпы ғалымдарда сондай қағида бар. Әл-ибрату би'умумил лафз ла бихусуси сәбәб деген. Яғни мысалы бұл аят жихадқа түскен. Бағанағыдай бірнеше тәпсіршілер айтады, яғни хадистер келтірді, бір сахабалар жихад парыз болса тез жихад қылатын деп айтқанда осы аят түскен. Істемейтін нәрселерін неге айтасыңдар деп осы аят түсті дейді. Бірақ бауырлар, бұл тек қана жихадқа ғана шектелмейді. Яғни бағанағыдай ғалымдардың сол қағидасы бар. Әл-ибрату би'умумил лафз ла бихусуси сәбәб дейді. Яғни бұл қағиданың мағынасы Құрандағы келген дәлелдер, хадистегі келген дәлелдер сол бір болған оқиғаға ғана шектелмейді, керісінше мағынасы баратын нәрсенің барлығын өзіне қамтиды деген мағына. Бұл аятты қарасаңдар, ол тек қана жихадқа айтылған. Бірақ ол мағынасына не нәрсе кіреді, соның бәрін өзіне қамтып алады.